Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5 сынып математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. Сабақты жүргізетін мен Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Сейтқұл Айжан Керімтайқызы. Бүгінгі сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау. Ой түрткі. Өткен сабаққа қайталау сұрақтарын жүргізейік. Натурал сандар дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Заттарды санауға қолданылатын сандар натурал сандар деп аталады. Мысалы, 1 алма, 2 ойыншық, 3 аю деген сияқты. Натурал сан бірден бастап шексіз болып кете береді. Енді келесі сұраққа көшейік. Ондық бөлшек дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігі үтірмен айырылып жазылатын бөлшек ондық бөлшек деп аталады. Мысалы, 0,5, 1,175, 12,3, тағы сол сияқты басқа сандар да жатады. Олай болса балалар, тарихқа көз салайық. Бүгінгі сабаққа байланысты тарихи мәліметтермен танысайық. Ұлыбританияның қаржы жүйесінде күрделі өзгерістер болды. Атап айтсақ, Ұлыбритания ақшасын ондық жүйеге көшірді. 1971 жылдың 15 ақпаны дүйсенбі тарихқа ондық сандар күні болып кірді. Фунт, шиллинг, пенс сияқты ұғымдарға негізделген ескі жүйеде жаңа ондық жүйеге ауысу көпшілік үшін оңай болмады. It's something terrible. Why? You've got to be very clever to pick all this up. So if you see this in your change, it's worth a shilling. Well, they can just work out what the price is for me, take what I give to them and give me the correct change. This is worth 2 shillings. Well, it's not too bad. If I'm confused, I give them the 2 shillings and work it out from there. People I don't really think appreciate the difference between the old and the new values just yet. Ондық ақша жүйесіне дейін 1 фунт 20 шиллингке тең. Шиллинг 12 пенстен құралған. Пенстің өзі 2 жарты пенске бөлінді. Яғни, фунтты басқа номиналға айырбастау үшін күрделі санау амалдарын жасау қажет болады. Электронды калькулятор мен жедел санайтын машиналар пайда болғанға дейінгі жағдай қиын еді. Бірақ он санын негіз етіп алған ондық санау жүйесі есеп-қисапты айтарлықтай оңайлатты. Ондық жүйедегі сандардың салмағы сол санның үтірден қалай тұрғанына қарай өзгереді. Ол бірлік, немесе жүздік сияқты үлкен мәндерге, немесе мыңдық бөлшектер сияқты кіші мәндерге ие бола алады. Егер ондық жүйедегі бір цифрды солға қарай жылжытсаңыз, сан 10 есе өсіп кетеді. Егер цифрды 2 орынға оңға жылжытсаңыз, сан 100 есе азаяды. Ұлыбританияның жаңа валютасы болған фунт 100 пенстен тұрады. Осылайша фунтты пенске айналдыру үшін жай сандар ғана қажет болды. Бұл жүйе ақша құнын оңай түсінуге жол ашты. Сол себепті әлемнің көптеген елдері ондық жүйеге негізделген валютаға көшті. 1971 жылдан бері өмірге көп жаңалық енді. Сол жаңалықтардың арасында ондық сандар күні де. Ал енді балалар, видео түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Ондық сандар жайлы не білдіңіз? Ондық сандар қалай пайда болды? Ондық сандарға қандай амалдар орындайтын боламыз? Сіз қалай ойлайсыз, күнделікті өмірде ондық сандарды натурал сандарға көбейтудің қажеттілігі бар ма? Деген сұрақтарға жауап береді деген ойдамын.
Нақтылап айтсақ, ондық сандарға биылғы жыл 50 жыл болып саналады, яғни бұл жарты ғасырға тең екен. Олай болса, ондық бөлшекті натурал санға көбейту ережесімен танысайық. Ондық бөлшекті натурал санға көбейту үшін үтірге назар аудармай натурал сандарды көбейтуді орындау керек. Одан кейін ондық бөлшекті үтірден кейін неше цифр тұрса, шыққан нәтижеде сонша цифрды оң жақтан үтірмен айырып бөлу керек. Мысалы, 1,183 көбейту 12 санының мәнін табайық. Жауабы 21,196-ға тең болады. Назар аударайық, балалар, шыққан көбейтіндінің мәні берілген ондық бөлшек сияқты оң жағынан 2 орыннан соң үтірмен ажыратылған. Яғни 1,183-те үтірден кейін 2 орын тұрса, шыққан нәтижеде де 21,196 санында да 2 орын үтірмен ажыратылған екен. Олай болатын болса, келесі ережеге назар аударайық. Ондық бөлшектерді көбейту үшін үтірге назар аудармай, ондық бөлшектерді натурал сандар сияқты көбейту керек. Екінші, алынған көбейтіндінің оң жағынан 2 көбейткіштің үтірден кейін қанша цифры болса, сонша орыннан кейін үтір айыру қажет. Мысалы, 1,213 көбейту 2,4 көбейтіндісін алайық. Үтірге назар аудармай, 1213 пен 24-тің көбейтіндісін жазамыз. Жауабы 29112 шығады екен. Енді бірінші көбейткіштен кейін 3 орын, екінші көбейткіштен кейін 1 орын бар. Яғни біз шыққан нәтижені үтірден кейін 4 орын болатындай етіп қоюымыз керек. Оң жақтан санағанда 4 орын санаймыз. Яғни 1,213 пен 2,4 санының көбейтіндісінің мәні 2,10,9112 шығады екен, балалар. Назар аударыңыздар. Сандарды көбейту нәтижесінде оң жақтан санағанда үтір айыру үшін сандар жеткіліксіз болса, санның алдына қажетінше нөлдерді жазуға болады. Мысалы, 0,254 көбейту 0,103 сандарының көбейтіндісін тапсақ, 254 пен 3 сандарының көбейтіндісі 762 саны шығады. Бізде бірінші көбейткіште үтірден кейін 3 орын, екінші көбейткіште үтірден кейін 2 орын болғандықтан, үтірден кейін 5 орын бөлу керек. Сондықтан 762 санының алдына 3 нөлді өзіміз тіркейді екенбіз. Яғни шешімі 0,100,762 саны шығады екен. Келесі нәрсеге назар аударайық, балалар. Сандарды көбейту кезінде соңы нөлмен аяқталса, үтір айыру үшін 0 саналады, бірақ жауабында жазылмайды. Мысалы, бөлменің ұзындығы 5 метр, ал ені 3,12 метр. Ауданын табамыз. Шешуі: 5-ті 312-ге көбейткенде 1560 саны шығады екен. Бізде есептің берілгенінде 3,12 саны берілген. Сондықтан 5,5-ді 3,12 санына көбейткен кезде 15,16 саны шығады. Яғни үтірден кейін 2 орын қойылғандықтан соңғы 0 жазылмайды. Жауабы бөлменің ауданы 15,16 метр квадрат болады екен. Олай болса, балалар, берілген мәліметтерді пайдалана отырып қатені табайық. Оқушы ондық бөлшекті натурал санға көбейту амалын орындағанда қате жіберді. Қай өрнекте қате бар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бірінші өрнегіміз дұрыс екен. Жауабы 6,9 екен. Екінші өрнегіміз де дұрыс. Үшінші өрнегіміз де дұрыс екен. Ал төртінші, яғни В өрнегі дұрыс емес. Көбейткіштің 1,15 мәнінде үтірден кейін 1 орын болса, үтірден кейін 1 орын көбейтіндінің мәнінде де 1 орын болу керек. Яғни жауабы 7,15-ге тең болады. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Пілдің орташа өмір сүру уақыты 60 жыл, ал ең ұзақ өмір сүру ұзақтығы одан 1,15 есе артық. Пілдің ең ұзақ өмір сүру уақытын табыңыз.
Балалар, төмендегі дескриптор бойынша есепті шығарамыз. Бірінші, натурал сандарды көбейтуді орындайсыздар. Екінші, натурал санға ондық бөлшекті көбейту ережесін қолданасыздар. Шешуі: 60 көбейту 15 тең 900 көбейту 900-ге тең болады екен. Бізге есептің берілгенде 60 көбейту 1,5 екенін ескерсек, онда бір орын үтір қайырамыз. Яғни 60 көбейту 1,5 көбейтіндісі тең 90-ға болады екен. Жауабы: пілдің ең ұзақ өмір сүру уақыты 90 жыл екен балалар. Ал енді жеке жұмыс орындаймыз. 629 көбейту 51-дің көбейтіндісі 32,079 болатынын ескеріп, тапсырманы орындау керек. Олай болса, дескрипторды пайдаланып, тапсырмаларды орындаңдар. Дескриптор: бірінші, натурал сандарды көбейтуді орындауда натурал санға ондық бөлшекті көбейту ережесін қолдану. Екінші, ондық бөлшектерді көбейту ережесін қолданып орындаңыздар. Енді тапсырманы дұрыс жауабымен тексерейік. Сіздерде де дәл осындай болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Мен бүгінгі сабақта осы тапсырмаларды енді болашақта істей аламын деп. Бүгінгі сабақта осы тапсырмалар қызықты болды деп. Мына есептер қиын болды деп. Сабақта маған өмір үшін пайдалы есептер шығардым деп өздеріңіз жалғастырып жаза кетіңіздер. Сабақ сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.